Біздің балықтан дайындалатын сүйексіз шашлықтың процесін тамашалаймыз. Біз балықты тазаладық, филе сүйексіз жасадық, енді оны маринадқа жасаймыз. Кейін себеміз, паприкадан кішкентай. Енді дәмін көретін боламыз. Хан шашлыкты жаңа цехте дайындағаным балықтың шашлығы дайын, енді пісіріп сіздерге көрсетемін. Өте керемет. Осы видеоны балық ұнататын досыңа жібер. Хан шашлықтан келіп, саған осы балық шашлықты алып берсін.